ана аты кім еді? Кеше барып көрдік қой екеуміз, сол жерде аты кім болған еді? Қай жерде ол есімде жоқ. Сізде де осындай проблемалар бола ма? Есте сақтау қабілетіңіз төмен бе? Болмаса есте сақтай алмай қиналып жатасыз ба? Оның шешімі өте оңай. Табиғи 3 заңдылық арқылы ғана есте сақтау қабілетіңізді жақсарта аласыз. Ең біріншісі әсер алу. Орысша айтқан кезде впечатление. Яғни сіз бір нәрсені көрдіңіз ба? Солдан әсер алып, қарап, мұқият зерттейтін болсаңыз, сіз оны есте сақтай аласыз. Екіншісі зейін қою. Фокус деді ғой. Фокусыңызды бар зейініңізбен қарайтын болсаңыз, сіз міндетті түрде оны ұзақ уақыт есте сақтай аласыз. Осы жерде бір оқиға айтып кетейін. Мынандай зерттеу жүргізген екен. Жұмысқа келіп кетіп жүрген адамдардың арасынан тест алған. Осы жұмысқа келе жатқан жолда шие ағашы бар ма деп сұраған. Көбісі жоқ деп жауап берген, көбісі білмеймін деп жауап берген. Шын мәнінде ол жолда шие ағашы болған. Тек жұмыскерлер оған мән бермеген, назар аудармаған, зейін салмаған. Соның кесірінен ол кісілер оның есінде қалмаған. Сондықтан да әрбір нәрсеге мұқият зер салсаңыз, сіз оны ұзақ уақыт есте сақтайсыз. Екіншісі, сіз бір жаққа дайындалып жатырсыз, оқып жатасыз. Оқып жатқан кезде бар зейініңізбен оқыңыз. Оқып жатып, так, стиралкаға кір салдым ба, балаларды алып кету керек еді, машинаны ремонтта қалып қалды. Жоқ, сіз бұлай оқысаңыз, ештеңе сіздің есіңізде қалмайды. 1 сағат осылай уақыт құртқаннан көрі, 10 минут қана уақыт арнап, бар зейініңізбен оқып, оны есте сақтап алғаныңыз сізге әлде қайда тиімді болады. 1-2 рет сөйтіп дауыстап оқып қойдыңыз ба? Жауап қойыңыз. Басқа істеріңізбен айналып келіп, қайтадан келіп 2-3 рет қайталап оқыңыз. Қойып, қайтадан сөйтіңіз. Яғни демалып, арасына уақыт салып қайталап тұрыңыз. Осылай жасайтын болсаңыз, ол сіздің есіңізде көбірек қалады. 1 рет оқып алдыңыз ба, көзіңізді жұмып, қайтадан ойша қайталап шығыңыз. Бұндай оқылған ақпаратты сіз мүлде ұмытпайсыз. Сіздің есіңізде ұзақ сақталады. Енді 3-ші есте сақтау қабілетін арттыратын ол ассоциация. Кез келген қиын нәрсені өзіңізге оңай ассоциация жасап алыңыз, яғни оңай заттармен. Осы жерде әсіресе сандар, даталар, цифраларды есте сақтау қиын болса, сіз оны өзіңіз білетін. Мысалға, Ұлы Отан соғысы қай жылы болды? Ұлы Отан соғысы осы жылы болды, осыған сәйкес деген сияқты сандарды есте сақтап алыңыз. Бұл менің телефон нөмірінің соңғы нөмірі ғой, осы соңғы нөмірмен мына цифр сәйкес келеді екен деп ассоциация жасап есте сақтайтын болсаңыз, сіз оны ұмытпайсыз. Бұл сандарда өте қатты көмектеседі. Тек қана сандар емес, кез келген нәрсеге солай ассоциация жасап алыңыз. Оқып отқан кезде, так, бұны мен мынамен байланыстырамын, болды. Сіз оны ұмытпайсыз. Осы 3 қарапайым ғана тәсілді қолдану арқылы сіз өзіңіздің есте сақтау қабілетіңізді арттырасыз. Бүгінгі берген білімім сізге пайдалы болды деп сенемін. Әрдайым зейінді болып ізденісте болыңыз.